Сапалы білім мен саналы тәртіп арқылы жеке тұлғаны жан-жақты дамыту жолында игілікті істер мен қажырлы еңбектің ошағы Семей қаласындағы 27-ші орта мектеп жеке тұлғаны тәрбиелеу, оны мәдениетке үйрету, білім-білік, қарым-қатынас ережелерін, әлеуметтік тәжірибені меңгертуде. Бүгінгі таңдағы өзекті мәселе кемелденген қоғамдағы жеке адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуы болып табылмақ. Осы мақсатта білім ордасы тәрбиеленуші ұл-қыздарымыздың әдепті, зерек, өз елінің патриоты, өзін жан-жақты жетілдіруші тұлға болып қалыптасуына ықпал етуде. Бүгінгі таңда балақайлар мектебі дайындық курсына келіп, тәлім тәрбие алушы ұл-қыздарымыз санаулы күндерден соң 1-ші сынып оқушысы атанбақ. Ата-ананың мейірім шапағатына бөленіп, жарқыраған алтыны, еркет әйелігі, ақсәуле шашқан арайы болып, аман-есен жүріңдер. Барлық ізгі армандарың орындалып, өмір жолы ашық, болашақтарың жарқын болып, егеменді еліміздің білімді азаматы болып өсе берулеріне тілектеспін. Оқушының дара қабілеттері мен қызығушылықтарын дамытып, оқу, тәрбие жұмысына белсенді қатысуына құлшынысын ояту ұстазға міндет деп білемін. Олай болса, ұрпағымыздың ертеңін бүгіннен ойлап, бүгіннен қалыптастырайық. Абай тілімен айтсақ, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қылан дегендей, ұрпақ тәрбиесінде әр оқушының тұлға болып қалыптасуына негіз бола білейік.